Құрметті оқырмандар, Жезқазған қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі сіздердің назарларыңызға Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, қоғам қайраткері, белгілі ақын Ақштап Бақтыгерееваның туғанына 80 жас толуына орай арналған «Өмір керуені» және «Өмір өзені» атты поэтикалық марафонды ұсынады. Бұл жусаң дала бозаң қыр, тірлікте жоғау мазаң бар, алыстап кетсем өзіңнен сағыныш атты жазамшы. Ақштап Бақтыгереева, тағда махаббат туралы. Махаббаттағы саған қайтарыла, сен болшы тақырыбым қайталаған. Өмір жоқ махаббатсыз, бақытта жоқ, басқалай әңгімем жоқ айтар одан. Тірліктің кеше білген күйін бөлек, ән керек, думан керек, жиын керек. Екі рет оралмайтын бір ғана өмірді ғашықтықпен сүю керек. Шын сүйсең жарқыл бөлек жанардағы, бастайды батыл ағын жаңарнаны. Бақыт сый табу үшін жер бетінен алдымен сүю керек адамдарды. Ақтаңды сүю керек, нұрын түннің ұната білу керек түрін гүлдің. Қыздары ғашықтықтан өліп кеткен аңызын оқу керек бұрынғының. Ерге жар бала ғанар ана болмай ма қыз, қыз жоқта қызы жоғын ойланбаймыз. Есеппен үйленетін сезімсізден ғашықтар жөніндегі қалмайдыңыз. Жазғанмен махаббатты бұдан бұрын қорғауға соны тағы шығам бүгін. Жарын сүйе білмей тұғын жасықтар. Ақштап Бақтыгереева жайыққан ол. Шырқатып дала әнін, дала зарын, жағаңда өмір кешкен бабаларым. Жырақпын, бірақ түсін ұзатқан қыз, төркінге сағынышпен оралардың. Сен менің арманымның ысқарысың, жүрген жоқ жырлап қанат тұстау үшін. Мендегі отан деген ұлығымның алғашқы сезім атты бастаусың. Жағаңда білем жас тал көктетейін, жырламай ақын сені кетпейтетін. Қинайды жүрегімді туған жерде, өзіңше мәңгі шапар шекпейтінін. Мен саған барып қайтсам ісім өніп, көрмесем бір құса дет ішіме өл. Сағансам ұйқыдан да жиі ойынам, қылмыстық жағалаудың түсіне еніп. Ақштап Бақтыгереева, жағдайың қалай жайығым? Жағдайың қалай жайығым, көбейіп кетті уайымың. Алдыңда туған еліңнің, жоқ едау сенің айыбың. Жағдайың қалай жайығым? Сән беріп едің жағана, ән болып тарап далана. Жылдардың сынын көтермей, сарқылып арнан барама. Шошындау сенен шағала, тайыздау жерің лайлау. Жарқабақ тозған құлайдау, анау бір соқыр кемпірден сұрасам қален жылайдау. Жарқабақ тозған құлайдау. Анаға хат, менің мына хатымды алыпты ана. Кезім бар жүрегімді жанықпаған, достарымда алдаған кезден бері адамдарға сенуден қалып барам. Ақ көңілім үшін де күйем енді, аңқаулығым шекеме тей берді. Ешкім менің басымды әкем өлі, ендіреген кезде де сүйемеді. Өз бетіммен жол тауып кетеменді, қарапайым болсам да елемеді. Адамдарға қашанғы жаям құшақ, сүрінгенде ешбірі демемеді. Бақтыгереева, ана жарап. Махаббат сені қиын жырлау бүгін, сен жайлы жоқ бар деген даулығын. Болды екен қанша ғұмыр саған қарыз, болды екен қанша ғұмыр құрбандың. Ән болдың тыңдайдан ба тамызғанша, мың болдың көзен жасын ағызғанша. Мәңгі жас сен жайында дастан барау, мәңгі өлмес сен бала ағызғанша. Маңдайдан жас жүректің бақ қызуы, жастықтың басталған бал қызығын. Ертеде сұлу қызға болған ғашық ананың әлпеш деген салғызылы. Сол қызға жолығатын батыл әлі, бір күндер төсек татып алды. Ақштап Бақтыгереева, жайықта тағы жас көктем. Көйлегін киіп көгілдір, жаяды құшақ жағалау. Арнаңда асау өмір гүл, ағыспен жылжып барадау. Үстіңмен кеткен күздегі қиқулы ән мен не түрлі. Тырнаның ұзын тізбегі қысқарып қайтқан секілді. Құлаған шығар ұялас, қайрылған шығар қанатта. Тырналар бәлкім жыламас, қалғанға кірмей санатқа. Бір басшы көпті бастауда, оларда жоғау үштарлық. Іңкарау құстар аспанға, биікке жақсау құштарлық. Ақштап Бақтыгереева, мөлдірлікке тазалыққа құмармын. Мөлдірлікке тазалыққа құмармын. Жүрек сырын жанардан ақ ұғармын. Теңізге кеп құятында екпін жоқ, мен өзіне ұқсамаған шығармын. Аңыз дастан сазды күйге құмармын. Жайлақстай кейде көпке ұнармын. Құмға шөлге пана бола алмадым, мен өзіне ұқсамаған шығармын. Бір бақытта ағалмаған бұранмын.
соңына ердім кейде жалған ұраным. Баяуласа ағысында жиірек, мен өзіне ұқсамаған шығармын. Шеңберінде қалып жүрсем шыдамын, сенен алған төзім күш пен ұғарым. Арна бұзып төгілмесем әлі күн, мен өзіне ұқсамаған шығармын.